Aljamain Funk Master немесе фанк шебері Стерлинг. Дәл қазіргі уақытта 135 фунт немесе 61 килограммға дейінгі UFC жеңіл салмақ чемпионы. Стерлинг UFC тарихындағы қарсыласының дисквалификацияға ұшырауына байланысты чемпион атанған алғашқы жауынгер. 2021 жылы 7 наурызда UFC 259 турнирінде ресейлік аралас жекпе-жек шебері Петр Ян өзінің чемпиондық белбеуін қорғап қалу үшін Aljamain Стерлингпен жекпе-жекке шыққан болатын. Бірақ Петр Ян 4-ші раундта аралас жекпе-жекте тыйым салынған соққыны қолданғаны үшін дисквалификацияға ұшырады. Ол қандай соққы десеңіз түсіндіре кетейін. Қарсыласыңыз тіземен жүрелеп жерде отырған кезде аяқпен немесе тіземен соққы жасауға болмайды. Бірақ Ян ұмытып кетті ма, әлде сезімге бой алдырды ма белгісіз. Әйтеуір ережеге сай емес әрекет жасады. Содан Aljamain Стерлинг бұл жеңіске лайық емес болса да, бабы шаппаса да бағы жанып, аяқ астынан чемпион атанды. Стерлинг бұл шайқаста жекпе-жек шеберлігінен гөрі актерлік шеберлігін керемет көрсетті деп көптеген адамдар және UFC жауынгерлері оны қатты сынға алды. Бірақ Aljamain Стерлинг бұған әрине ақталды. Мен жекпе-жекті әрі қарай жалғастыруға тырыстым, бірақ соққының ауыр болғаны сонша орнымнан көтеріле алмадым деген сияқты уәж айтты. Жекпе-жектен кейін пресс-конференцияда UFC президенті Дана Уайт бұл шешіммен келіспейтін жеделдетілген реванш керек екенін айтты. Және Петр Ян, мен бұл шайқаста жеңіске жеттім. Стерлинг нағыз симулятор, актер деп айыптады. Бірақ барлығы күткендей жедел реванш болған жоқ. Өйткені Стерлингтің мойнынан алған жарақатына байланысты операция жасатып, қайтадан қалпына келу үшін біраз уақыт қажет болды. Петр Ян бұнымен тоқтап қалған жоқ. Әрі қарай чемпиондық белбеуге деген жорығын жалғастыра берді. Абу-Дабиде өткен турнирде Кори Сандхейгенді жеңіп, уақытша чемпиондық белбеуге ие болды. Ян Стерлингпен реваншта өзінің жеңіске жететініне өте сенімді болды. Және барлық адамдар да солай ойлады. Ақыры 2022 жылы 9 сәуірде UFC 273 Волкановский кореялық зомби кардының Co-Main ивентінде бұл реванш орын алды. Жекпе-жек өте тартысты өтті деуге әбден болады. Бұл шайқаста Aljamain Стерлинг өзін партерде немесе күрес стилінде өте керемет көрсетті. Петр Ян да қарап қалған жоқ. Аяқта тұрып төбелесуде жақсы соққыларын да артты. Бірақ оның мерзімінен бұрын жеңем деген ойы іске аспады. Осылай екі жауынгер 5 раунд төбелесті. Соңында төрешілердің аралас шешімі бойынша Aljamain Стерлинг өз белбеуін қорғап қалды.